Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық, әурешілікті көре-көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік. Қажыдық, жалықтық, қылып жүрген ісіміздің баянсызын, байлаусызын көрдік. Бәрі қоршылық екенін білдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтып не қылып өткіземіз? Соны таба алмай өзімде қайранмын. Ел бағу жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертте ұшырайын деген кісі бақпаса, не албыртқан көңілі басылмаған жастар бағамын демесе, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу жоқ, баға алмаймын балалар, өздеріне керегінше өздері бағар. Енді қартайғанда қызығын өзің түгел көре алмайтұғын, ұры залым тілемсектердің азығын бағып беремін деп қалған азғана өмірімді құр қылар жайым жоқ. Ғылым бағу жоқ, ғылым бағарға да ғылым сөзін сөйлесер адам жоқ. Білгеніңді кімге үйретерсің, білмегеніңді кімнен сұрарсың? Елсіз күнсізде кезде мені жайып салып, қолыңа кезін алып отырғанның ме пайдасы бар? Мұңдасып шер тарқатысар кісі болмаған соң, ғылым өзі бір тез қартайтатұғын күйек. Софылық қылып дым бағу жоқ, ол да болмайды. Оған да тыныштық керек, не көңілде, не көрген күніңде бір тыныштық жоқ. Осы елге, осы жерде не қылған софылық? Балаларды бағу жоқ, баға алмаймын. Бағар едім қалайша, бағудың мәнісін де білмеймін. Не болсын деп бағам, қай елге қосайын, қай қарекетке қосайын? Балаларымның өзін елгері өмірінің, білімінің пайдасын тыныштықпенен керерлік қорын тапқаным жоқ. Қайда бар, не қылдерімді біле алмай отырмын. Не бол деп бағам, оны да ерме қыла алмадым. Ақыры ойладым, осы ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін. Ақ қағазбен қара сияны ермек қылай. Кімінде кім ішінен керекті сөз тапса жазып алсын, я оқысын керегі жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де ақыры осыған байладым. Енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ.